Ал сонда бүгінге дейін елімізде ауыл шаруашылығы мамандарын дайындап келе жатқан жоғары оқу орындары бұл мәселені әлі күнге шеше алмай келе ме? Осылай түсіну керек? Жоқ, мәселе бұл жерде былай ғой. Бірінші біз кіммен істейтінімізді біліп алуымыз керек, анықтап алуымыз керек. Жаңа жастар дедік, қазақ тілді жастар, ауыл жастары, мұсылман жастар дедік. Екінші, олардың біз мұқтажын біліп алуымыз керек. Олар неге мұқтаж? Егер олардың қарайтын болсақ, мұқтаждығына, олар бірінші баспана керек, оларға материалдық жағдай керек. Ал материалдық жағдай қайдан пайда болады? Ол тұрақты және жоғары төлемді жұмыс орнынан пайда болады. Ол тұрақты және жоғары табыс көзінен пайда болады. Ал тұрақты және жоғары табыс көзін табу үшін ол не? Ол не тұрақты жұмыс, не бизнес. Ал тұрақты жұмыс пен бизнес жасау үшін күнделікті қажет білім керек. Күнделікті қажет білім керек. Ал енді біздің ауыл шаруашылығы министрлігі, жаңа ауыл шаруашылығы институттарының, университеттерінің беретін білімдерін алатын болсақ, олардың беретін білімдері фундаменталдық, практикалық емес білім. 4-5 жыл оқытады ол жерде, мысалы. Білімді егер біз шағатын болсақ, білім үш деңгейге шағылады. Бірінші деңгей ол философиялық, фундаменталдық үлкен білім. Ол 4-5 жыл оқу керек, 7 жыл оқу керек, ол кәдімгі ғылымды алға жүргізетін білім. Екінші деңгей ол жалпы тақырыпты практикалық білім. Ол жаңа техникумдардың бұрынғы совет кезінде беретін білімдері, сондай білім жаңа кішігірім институттардың 3-4 жылдық. Үшінші деңгей ол күнделікті қажетті практикалық білім. Осы білім бізде мүлдем жоқ. Үшіншісі жоқ бізде. Үшіншісі бізде мүлдем жоқ. Ал бұл білімді қайдан алуымыз керек? Мысалы, мынау ауыл шаруашылығы институтына мынау мыңдаған, жүздеген мың біздің жастарды барып оқыта алмаймыз ғой, бәрін ондай ветеринар, ветраж қылып бітіргізе алмаймыз ғой. Бірақ оларға мысалы көп адамдар малшы мал бордақылағысы келеді, бір өсімдік өсіргісі келеді, бау-бақша өсіргісі келеді. Сондай практикалық білім керек та. Ол үшін менің ойымша біз үкімет тарапынан бір арнайы бағдарлар қабылдауымыз керек. Оған әжептәуір қаражат бөліну керек. Болашақтан кесіп тастай ма, жоқ басқа жерден ала ма, ол жерге арнайы қаражат бөліп, арнайы осы күнделікті практикалық білім алу үшін қаражат бөліп, адамдарды 150-100 топтарды Канада, не Австралияға, не Монғолияға жіберу керек. Бірақ жібергенде 4-5 жылға емес, мынау болашақтағыдай. 10-15 күнге, мысалы сіз айталық, мен мал бордақылағым келеді дейсіз. Біз аламыз да сізді Канадаға жібереміз, ең жақсы фермердің үйіне. Сіз ол жерде 2-7 уақытыңызды өткізгеннен кейін сіз күнделікті сұрақ қоясыз оған. Күнделікті оны істеп жатқан тіршілігін жағдайын көресіз. Яғни практикалық білім жинап қайтады. Практикалық түрде, иә. Сосын ол жерде көп мақсаттар шешіледі. Біріншіден сіз мынау шетелдік фермерлердің, батыс елдерінің фермерлері бізге, мысалы, бір қарапайым малшының өзін ковбой дейді. Ковбой деген ол деген романтикалық ореол бар, бір керемет маман сияқты да. А біздікі малшы. Ешқандай бір қадірі жоқ маман сияқты. А ол жақта ковбой. Барып көрсін, біріншіден жаңа мына романтикалық ореол кетеді да, ойлайды, мынау да біздің қолымыздан келетін нәрсе екен ғой деп бір түйіндейді. Екіншіден, күнделікті көріп отқан тіршілігін көреді. Ол да шетелдегі фермерлерді күнделікті айырмен шөп салады сиырға, оның боғын тазалайды. Үстіндегі киген киімі джинсы, жамау. Біздің ауылдың малшысынан несі кем? Сонда біздің барған жасымыз ойлайды, мына фермер деген мынандай екен ғой, мына біздің қолымыздан, бұл да қолымыздан келеді. Бұның менен асып тұрған ешбір дүниесі жоқ деп. Екінші, үшінші, бұл жігіттің бірінші рет шетелге шыққаны. Ол да соған өзі риза болмаймын. Мен шетелге бардым дейді да, ағылшын тілін оқуға оның сонда несі туады, уәждемесі туады. Мына ағылшын тілін оқуым керек екен ғой, керек екен ғой, мынау жалпы ағылшын тілі деген ол жай дүние емес, маған күнделікті өмірге керек нәрсе екен ғой деп. Ана фермердің имейлін алады, сөйтіп WhatsApp нөмірін алады, сөйтіп араласады. Төртіншіден, олар өздеріне күнделікті практикалық білім алады. Мысалы, мынау мал бордақылағанда мына шарбақ қандай болу керек, оны ешкім айта алмайды. Мен де айта алмаймын, Тони Роббинс та айта алмайды, ешкім де айта алмайды. Оны тек қана Канададағы күнделікті жұмыс істеп отқан фермер ғана айта алады. Өйткені ол келеді де біздің жас жігіт айтады, мынаны неге бетонмен жасадыңыз деп айтады. Сонда ол айтады,
өйткені мына желге ық болсын деп бетоннан жасады. Сонда ол айтады, ал мынау арасында 20 метр сайын мынандай темір стол қасып қойыпсыз, ол не үшін діңгекті темірден жасадыңыз десе, ол айтады, өйткені мына бұқалар келеді, арқасын қазиды жаңағы шаруаққа, ол келеді құлайды. Ол құламау үшін осындай темірден діңгек қойып қойғанбыз 20 метр сайын. Сонда жас жігіт ананың түйінде болады да, ол өзіне ауылына келгенде тікелей тура сондай шарбақ құрып, тура сондай жаңағы қораларын салып, мал бордақыла бастайды. Оған институтта керек жоқ, оған да институтта біліп керек жоқ, оған да анау малдың ауруын да біліп керек жоқ. Өйткені ветврач бар, шақырып алады керек болса. Сол міне келеді да 15 күннің ішінде дайын фермер маман. Мен мысалы ауыл шаруашылығында көптеген инвестиция жасап жүрген адаммын. Көптеген кәсіпорындарым бар. Жұмысшылар жоқ. Не институт бітірген мамандар жүр, бірақ күнделікті жұмыс істей алмайды. Өйткені күнделікті практикалық тәжірибе жоқ. Не мүлдем білімі жоқ адамдар. Біз Америкаға жалтақтаймыз да ойлаймыз, барлық дүниежүзілік адамзат прогрессін сол американдықтар ғана алға жылжытып жатыр деп. Жоқ, американдықтар тек өзінің кетігін тапқан. Ал біз қазақ ретінде, қазақ елі ретінде өзіміздің кетігімізді тауып, өзіміздің орнымызды табуымыз керек. Біз олардың артынан жүрмеуіміз керек. Біздің өзіміздің жолымыз бар. Ал өзіміздің жолымыз қайдан пайда табады? Ол біздің мүмкіншіліктен. Егер жеріміз үлкен болса, кең байтақ, өтетін жолдарымыз ұзақ болса, келетін адамдар көп болса, осы үш сала ғой. Енді басқа салаларды дамыту керек. Әрине Қазақстанда киім тігу саласы болсын, жаңағы мұнай саласы, қазбалар, байлық саласы, олар дами берсін. Бірақ осы мен айтып кеткен салалардың бір жақсы жері олар сарқылмас ресурстар, бір. Екіншіден олар адами капиталын дамытатын салалар. Екі, үш, көп адамға жұмыс орнын тауып беретін салалар. Ауыл шаруашылығында әсіресе. Сосын мысалы, егер біз сондай білім берсек, мына ауыл шаруашылығымен айналысам деген жастар сол бизнеске кіріп кетсе, олар не істейді? Олар қаладан ауылға қашады. Өйткені олардың жұмыс орны ауылдарда.